Қан қысымының жоғарылауы, шаршау, аяқ-қолдың тоңуы, бас ауруы, мұның барлығы қан айналымдағы өзгерістен хабар береді. Ал қанның дұрыс айналмауы жүрек жұмысына ауыртпалық түсіреді. Ендеше назарларыңызға қан айналымын жақсартуға арналған қарапайым 11 кеңесті ұсынамыз. Ал сіздер еңбекті ескеріп лайк басып, каналға жазылуды ұмытпаңыздар. Бірінші, тағам дәмдеуіштерін көбірек қолданыңыз. Қызыл, қара бұрыштар, гүлшетен, жебіршөп, даршын, сондай-ақ сарымсақтың да қан айналымын арттыратын күші бар. Екінші, сатымен көтерілуге көбіміз енгеннен лифт көмегіне жүгінеміз. Ал варикоздың алдын алып, жүрек бұлшығетін жаттықтыруда сатымен көтерудің орны бөлек екеніне мән бермейміз. Егер компьютер алдында ұзақ отыратын болсаңыз, арасында тұрып, дене жаттығуларын жасап тұру қажеттігін ұмытпаңыз. Ұзақ уақыт қозғалыссыз отыру оттектің жетіспеушілігі қанның ұюына себеп болады. Төртінші, темекіден бас тарту керек, өйткені оның құрамындағы никотин ағзадағы С дәруменің сыртқа шығарып қана қоймай, сонымен қатар жүрек жұмысына кері әсерін тигізеді. Бесінші, массаж қан айналымын жақсартады. Массаж жасағаннан кейін денеміздің босаңсуы қан айналымының дұрысталғанын көрсеткіші. Алтыншы, дұрыс демалудың да маңызы мол. Аяғыңызды бас деңгейінен биіктеу, яғни аяқты сәл көтеріп 15 минут жатудың өзі қан айналымының жақсаруына көп себеп болады. Кешке жұмыстан шаршап келгенде, аяғыңызды көтеріп аздап жатуды әдетке айналдырыңыз. Жетінші, асқабақ, күнбағыс дәнегі, құрма, мейлінше көбірек жеміс-жидектер қолдануға тырысыңыз. Сонымен қатар қан айналымын ретке келтіруде қара шоколадтың да алар орны ерекше. Сегізінші, салқын суға түсу бойды серкітіп қан айналымын жақсартады. Ыстық ваннадан кейін салқын душ қабылдай